Ал енді өзім жайлы қысқаша түсіндіре кетейін. Атым Ғани, IT маманы болып табыламын. Көбіне .NET, Flutter, Angular және Python платформаларында жұмыс істеймін. Және 20 жылға жуық тәжірибем бар осы салада. Және осы уақыт ішінде 30-ға жуық жобаларды іске асырыппын. Сол жобалардың кейбіреуімен таныстыра кетейін. Мен іске қосқан жобаларым. Қазіргі жобалардың бірі ол ағылшын тілін үйрететін мобильді қолданба. Ол қазақ тілді аудиторияға арналған. Яғни осындай геймификация негізінде ағылшын тілін үйретеді. Жаңа сөздерді және грамматиканы үйренуге мүмкіндік береді. Осындай ойын ретінде. Және ол 100 мыңға жуық, яғни 100 мыңнан артық орнатуға ие. Шамамен рейтинг 4-3. Өте пайдалы деп ойлаймын. Және бұрынғы жобаларым бірі ол Абай жолы жобасы. Олда да Android платформасында жұмыс істейді. Және Мұхтар Әуезовтің Абай жолы кітабын смартфонға орнатып оқуға мүмкіндік беретін. Және тоқтаған жерді есте сақтап, келесіде ашқан кезде сол жерден жалғастырып кетіп оқуға мүмкіндік беретін. Өте пайдалы қолданба. Бірақ өкінішке орай қазір қолжетімді емес. Және тағы бір бұрынғы жобам бірі ол ұлттық банк валюта бағамдары. Олда да алғашқы жобалардың бірі болып саналады. Кезінде Cordova деген платформа болатын, соның негізінде жасаған болатын. Олда да Android платформасында қолжетімді болатын. Ұлттық банктан валюта бағамдарын жүктеп, қолданушыларға көрсететін және калькуляторы болатын. Бір валютадан басқа валютаға конвертация жасауға мүмкіндік беретін. Мысалға 120 евро доллармен шамамен қанша тұрады, соны есептеп беретін. Және қазіргі жобам бірі ол қаржы мобильді қолданбасы. Ол жеке кәсіпкерлерге арналған қолданба болып табылады. Яғни осындай мекеменің мәліметтерін, тауардың мәліметтерін, бағасын бәрін енгізу арқылы барлық сомасын және салықтарын өзі есептеп береді. Және аяғында осындай әдемі түрде төлем шотын шығаруға мүмкіндік береді. Міне көріп отырғаныңыздай, мына жерде барлық соманы және салықты өзі есептеп берді. Осындай жеке кәсіпкерлерге өте пайдалы болып жатыр. Және ең танымал жобам ол Сазелем мобильді қолданбасы. Ол музыкалық стриминг платформасы болып табылады және қазақша әндерді тыңдауға және ән мәтіндерін көруге мүмкіндік беретін. Яғни ән мәтінін көре отырып, бірге ән шырқасаңыз болады. Өте ыңғайлы. Және ол 1 миллионнан астам орнатуға ие болатын. Ол жобаны мен шамамен 5 жыл дамытып, кейін Кремний алқабында жұмыс істейтін кәсіпкерге сатып жіберген болатын. Және сол кәсіпкер әрі қарай осы қолданбаны дамытып жатыр. Енді қазіргі серіктестіктер ол Алтел және Теле2 ұялы операторлары өздерінің мобильді қолданбасына осы Сазелемнің әндерін қосып, тұтынушыларына тыңдауға мүмкіндік берді. Одан кейін Air Астана өздерінің ұшақтарына осы Сазелем әндерін қосты деп естідім. Яғни ұшақта отырып Сазелемнің әндерін тыңдауға болады. Және Қазақ туризм келген туристерге қазақша әндерді қайда тыңдауға болатынын осы Сазелем арқылы көрсетіп жатыр деп естідім. Неке осындай жобаларым бар және болды. Енді танысқаныма қуаныштымын. Келесі сабаққа өтсеңіздер болады. Рахмет.